Сәлем, YouTube'да қарапайым экономика. Экономикалық өсімнің негізгі көрсеткіші ол аз көлемде шығын шығарып, мол табыс табу екені бәріне белгілі. Ол үшін өнімді еңбек ету аса маңызды. Олай болса, біз бүгін экономикадағы аса маңызды термин еңбек өнімділігі жайлы айтамыз. Видеоны соңына дейін көріңіз, лайк басыңыз және видеоны толық көріп болған соң өз ойыңызды комментарийге жазып қалдырыңыз. Еңбек өнімділігін түсіндіру үшін біз екі компанияны мысал етіп алайық. Екеуі де бірдей өнім жасап шығарсын және бұл екі компанияның да шығарған тауар көлемі бірдей болсын. Алайда бірінші компанияда 50 жұмысшы, ал екінші компанияда 100 жұмысшы бар делік. Себебі бірінші компания жаңа технологиялармен жұмыс жасайды деп қарастырайық. Сонда бірінші компанияның еңбек өнімділігі екіншісінен 2 есе жоғары болады. Ой, бұл мысал ақылға сыймайды, олай болуы мүмкін емес деп ойларсыз. Алайда еңбек өнімділігі 2 есе емес, 2000 есе артық болуы да мүмкін. Мысалға, Африкада егіс алқабында мақта егіледі де, сол елдің жергілікті тұрғындары мақтаны қолмен тереді. Ал америкалық фермер өз алқабындағы мақтаны комбайнмен жинайды. Ең қызығы, бұл екі әртүрлі алқапта өсірілген мақталар әлемдік нарықта бірдей бағада сатылады. Әрине, мұндай жағдайда америкалық фермердің еңбек өнімділігі 2000 есе жоғары болады. Сонымен, еңбек өнімділігі дегеніміз белгілі бір уақыт аралығында бір адамның өндірген өнім көлемі немесе тапқан табыс мөлшері. Экономикада бір ерекше қағида бар. Ол қағидада былай делінеді: қандай да бір нәтижені өлшеуге болатын болса, онда оны жақсартуға да болады. Яғни, бағанағы африкалықтар комбайн алып мақта теретін болса, оларда еңбек өнімділігін арттыра алар еді. Дәл сол сияқты америкалық фермерде әр адам бөлек-бөлек жүргізетін комбайндардың орнына бір орталықтан спутниктен басқарылатын комбайндар алатын болса, ол да еңбек өнімділігін арттырар еді. Еңбек өнімділігі деген индустрияландыру екен ғой деп ойласаңыз, жоқ, сіздікі қате деп айта алмаймын, себебі еңбек өнімділігі индустрияланумен тығыз байланысты. Себебі тарихта еңбек өнімділігінің артуы дәл индустрияландырумен тұспа-тұс келеді. Анығырақ айтар болсақ, әлемдік деңгейде еңбек өнімділігінің артуы 18 ғасырдан ақ басталды. Ең алғаш индустрияландыру 18 ғасырдың аяғында Европада болған. Ал Америка құрама штаттарында 1880 жылдары басталды. Ал бізде еңбек өнімділігі қарқынды түрде артқан кезең Кеңес одағында болған кезімізге тұспа-тұс келеді. Яғни, өндірістік революция болған кезде еңбек өнімділігі артады. Алайда таяқтың екінші ұшы да болатынын ұмытпайық, себебі экономикада біреудің жеңісі, екінші біреудің жеңілісі ғой. Қай кезеңде болмасын, өндірістік революция болғанда еңбек өнімділігі артады да жұмыссыздық пайда болады. Мысалға, Европада алғаш жіп иіретін станок пайда болып, бір европалық әйелдің бір айда иіретін жібін бір-ақ күнде иіріп тастағанда, әрине, жіптің бағасы арзандап кетті. Жіпті қолмен иіру тиімсіз болып қалды да, көптеген бұрын жіп иіріп табыс тапқан әйелдер жұмыссыз қалды. Сол сияқты мұздатқыш пайда болған кезде мұз сататын жігіттер жұмыссыз қалды. Ең алғаш Генри Форд автомобильді құрастырудың конвейерлік әдісін ойлап тауып өндіріске енгізгелі бері, осы кезеңге дейін бұл жүйе үздіксіз жетілдіріліп келе жатыр. Қазақстан қазба байлыққа өте бай ел ғой. Неге біздің табысымыз төмен деп кей азаматтар бас қатырып жатады. Елімізде монополия бар, жемқорлық та бар, алайда бұл сұрақтың экономикалық жауабы елімізде еңбек өнімділігі төмен. Қазақстандағы орташа еңбек өнімділігі Европа елдерден 11-12 есеге дейін төмен. Яғни, Қазақстанда 11 адам жасайтын жұмысты Европада 1 адам жасайды деген сөз. 11 адам 60 мыңнан жалақы алатын болса, Европада сол жұмысты жалғыз өзі 1 адам жасап, айына 660 мың теңге табыс тауып отыр деген сөз. Неге? Себебі біз технологиялық тұрғыда артта қалдық. Әсіресе дәл осы технологиялық тоқырауымыз өндірістік саласы мен ауыл шаруашылығы саласында қатты сезіледі. Алда әлемдегі және Қазақстандағы ауыл шаруашылығының экономикасы жайлы видео жасайтын боламыз. Жаңа видеоны жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Арнамыздағы басқа да экономикалық маңызды әрі қызықты видеоларды көріңіз. Еңбек өнімділігіңіз артта берсін.